4 тамыз 2023 жылға арналған жұлдыз жорамал. Күнделікті жұлдыз жорамалыңызды бірінші болып біліп отыру үшін каналға тіркеліп, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Сол кезде сіз бірінші болып еститін боласыз. Лайк басып пікір қалдырсаңыз қуанып қаламыз. Тоқты көптеген адамдар бүгін сіздің қолдауыңызға мұқтаж болады. Оған әр түрлі адамдар, соның ішінде сізге бір кездері маңызды қызметтерді ұсынғандар өтініш бере алады. Басқа адамдардың мәселелерін шешу үшін өз істеріңізді кейінге қалдыруыңыз мүмкін. Бірақ бұл ең маңызды мәселелерді уақытында шешуге кедергі болмайды. Күннің бірінші жартысы уайымға толы болса, екінші жартысы сізді жағымды тосын сыйлармен қуантады. Сізге күшті әсер қалдыратын күтпеген кездесулер, таныстар болуы мүмкін. Ғашық тоқтылардың көңілдері алыстан келген жаңалықтарға толы болады. Торпақ сәтті іскерлік келіссөздер. Егер сізге біреудің қолдауы қажет болса, сіз оны міндетті түрде аласыз. Сіздің әдеттен тыс идеяларыңызға ешкім бейжай қарайтыны екіталай. Тіпті кез келген ұсыныстарды әдетте сыни тұрғыдан бағалайтын адамдар да бүгін ынтымақтастыққа дайын болады. Ескі таныстармен де, жақында алғаш рет кездескендермен де тіл табысу оңай болады. Ескі байланыстарды қалпына келтіретін күн келеді. Бір кездері бірге жұмыс істеген немесе дос болған адамдар қайтадан сөйлесуге қуанышты болады. Егіздер, ұсақ түсініспеушіліктерді болдырмау екіталай. Олар әсіресе таңертең болуы мүмкін. Дегенмен сіз алаңдамауыңыз керек. Сіз барлық мәселелерді оңай шешесіз, ал тітіркендіргіш оқиғалардың жағымсыз салдары болмайды. Оптимистік көңіл күйге бейімделуге тырысыңыз, сонда сіз жетістікке тезірек жетеді. Іскерлік келіссөздер қиын болуы мүмкін. Олар сіз күткеннен ұзағырақ болуы мүмкін. Бірақ бәрі сіз үшін ең қолайлы жолмен аяқталады. Кейбір егіздер өте күшті одақтастар табады. Шаян күн пайдалы істер үшін қолайлы. Олар қарапайым немесе күрделі, сізге таныс немесе мүлдем жаңа ма, маңызды емес. Жұлдыздар сенің жаныңда болады, сен бәрінде керемет жасайсың. Соңғы уақытта көптеген келіспеушіліктер туындаған жұмыс мәселелері сәтті шешілетін болады. Сізді кенеттен бұрын, сіздің істеріңізге қызығушылық танытпаған адамдар қолдайтын болады. Бұл көптеген мәселелерді тез шешеді, кешке сіз алаңдаушылықтан құтылғыңыз келеді, және мұндай мүмкіндік міндетті түрде пайда болады. Достар міндетті түрде қызықты нәрсе ұсынады, ең жақын адамдар сізді қуантуға тырысады. Арыстан. Күн қарым-қатынас үшін өте қолайлы болады, іскерлік және жеке кездесулер жақсы өтеді. Ескі таныстармен де, бірінші рет кездескендермен де оңай тіл табыса аласыз. Егер сіз біреуге көмек сұрасаңыз, сізден бас тарту екіталай. Кейбір арыстандар өздерінің сүйкімділігінің арқасында одақтастарды ғана емес, сонымен қатар жаңа достарды да табады. Әдеттегі әрекеттер өте қызықсыз болып көрінуі мүмкін, сіз мүлдем жаңа нәрсені қалауыңыз мүмкін. Бақытымызға орай қызықты жағдайды тез табуға болады. Сізге күшті әсер қалдыратын әдеттен тыс танысулар, кездесулер болуы мүмкін. Романтикалық оқиғаның басталуы да жоққа шығарылмайды. Бикеш көп нәрсе ұшқыр импульстардың жетегінде кетпей, негізделген шешім қабылдау қабілетіңізге байланысты болады. Сіз өзіңіз қателік жасамайсыз, және басқаларға қателік жасамауға, олардан аулақ болуға көмектесесіз. Жақындарыңыз уақытылы ескертулеріңізге, кеңестеріңізге және қолдауларыңызға риза болады. Бұл күн әдеттен тыс кездесулерді уәде етеді. Танысу жоққа шығарылмайды, одан жемісті ынтымақтастық немесе ұзақ достық басталады. Романтикалық қарым-қатынастар тұрғысынан жақсы күн болады. Дегенмен бұл жерде асықпау керек. Таразы, уақытты босқа өткізбейсіз, өзіңізге де, өзгеге де көп пайдалы істер жасайсыз. Күн ең қиын тапсырмаларды шешуден басталуы керек, сіз оларды күткеннен де тезірек жеңесіз. Айналаңыздағы адамдар сіздің жетістіктеріңізді байқайды. Біреу сізді бағаламағанын мойындайды, және сізбен қарым-қатынас орнатқысы келеді. Уақыт өте келе бұл адам сіздің сенімді одақтасыңыз бола алады. Күннің екінші жартысы сіз үшін ғана емес, жақындарыңыз үшін де маңызды жақсы жаңалықтарды уәде етеді. Сіз отбасылық мәселелерге назар аудара аласыз. Сіздің күш-жігеріңіздің арқасында соңғы күндері барлығын ренжіткен мәселелер шешіледі.
Саршаян өз ісіңізге назар аударыңыз және қажет болмаса, басқалардың істеріне араласпауға тырысыңыз. Бұл ең оңай күн емес, бірақ егер сіз дәйекті әрекет етсеңіз және парасаттылықты қолдансаңыз, күрделі мәселелерден аулақ бола аласыз. Есіңізде болсын, бүгін басқа адамдардың кеңесі пайдалы болуы екіталай. Бірақ өзіңіздің интуицияңыздың нұсқауларын тыңдаған жөн. Күннің бірінші жартысында өз бетінше әрекет еткен дұрыс, ал екінші жартысы одақтастарды табуға, күш біріктіруге қолайлы. Сондай-ақ кешке достармен және басқа жақын адамдармен кездесулерді жоспарлаған жөн. Бұл уақытта қарым-қатынас ерекше жағымды болады. Мерген күннің басында қиындықтар туындауы мүмкін. Олар сіздің көңіл күйіңізді бұзады ма? Олар кейбір жоспарлардан бас тартуға мәжбүр бола ма? Жоқ, әрине. Жағдайлар қалай өрбісе де, сіз өз қалауыңыз бойынша әрекет етесіз және міндетті түрде мақсатыңызға жетесіз. Маңызды кәсіби жеңістерге жету мүмкіндігі болады. Егер сіз өзіңіздің қабілетті екеніңізді көрсетсеңіз және көп ұзамай, сіз өте қызықты ұсыныстар аласыз. Таңертең күшті емес оң үрдістердің әсері сағат өткен сайын арта түседі. Күннің екінші жартысы жаңа істермен айналысуға өте қолайлы. Сіз оларда қалай табысқа жетуге болатынын тез түсінесіз. Бұған туыстар көмектесуі мүмкін. Тәуешкі сізді қиын, бірақ өте қызықты және жемісті күн күтіп тұр. Сізге кейбір ескі жобалар мен тапсырмаларға оралу қажет болуы мүмкін. Бұл жолы сіз қалаған нәтижеге қол жеткізбейінше бастаған ісіңізді тастамайсыз. Мүмкін пайдалы контактілер. Сіз өзіңіздің одақтасыңыз ретінде көргіңіз келетін адамдармен кездесулер сәтті болады. Барлығына ұнау үшін көп күш салудың қажеті жоқ. Өз кейпінде бол. Сіз не істесеңіз де шығармашылықпен айналысуға тырысасыз. Сондықтан көбісі сізге көмектескісі келеді, кейбір уайымдарыңызды өз мойнына алады. Су құйғыш сізді маңызды күн күтіп тұр. Сізге маңызды шешімдер қабылдау, маңызды істерді орындау, жауапкершілікті алу керек. Кейде бұл оңай болмайды. Бірақ сіз бұрын жинаған тәжірибенің арқасында қателеспейсіз. Дәлелденген әдістермен әрекет ету жақсы. Бұл күн батыл эксперименттер үшін қолайлы емес. Үйде күтпеген және күлкілі оқиғалар, түсінбеушіліктер болуы мүмкін. Олар ұзақ уақыт бойы күліп еске алады. Ескі достардың келуі мүмкін. Сіз бірге тамаша уақыт өткізесіз. Балықтар күн өте шаршағыш болады. Бір уақытта бірнеше нәрсені істеу керек. Мұндай сәттерде ештеңені ұмытпау және шатастырмау қиын. Бірақ сіз мұны істей аласыз. Басқа адамдардың кеңестерінен гөрі өз түйсігі мен парасаттылығына сенуге тырысыңыз. Тіпті бүгін достар мен сенімді одақтастардың ұсыныстары пайдалыдан гөрі шатастырады. Күннің екінші жартысы әлдеқайда тыныш және жағымды болады. Ол қуанышты жаңалықтарды, сіз сағынған адамдардан жаңалықтарда келеді. Кеш романтикалық кездесуге қолайлы, ол сіз күткеннен де жағымды болады.